Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға логикалық сұрақтар бейнесін ұсынамын. Номері 1. Алдымен миымызды жаттықтырып алайық. Осы суретке мұқият 20 секунд қараңыз. 20 секундтан кейін мен сіздерге осы сұрақтарға байланысты сұрақтар қоямын, ал сіз сол сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Қаншалықты көп сұраққа жауап берсеңіз, соншалықты есте сақтау қабілетіңіз жақсы деген сөз. Ал енді кеттік. Осы суретке мұқият қарап алыңыз. Бірінші сұрақ. Суретте қанша адам болды? Жауабы: суретте барлығы 6 адам болды. Ал енді келесі сұраққа жауап беріңіз. Суреттегі есіктің түсі қандай болды? Уақыт кетті. Жауабы: суреттегі есіктің түсі жасыл болды. Ал енді мына сұраққа жауап беріңіз. Бұл суретте қанша ер адам, қанша әйел адам болды? Уақыт кетті. Жауабы: бұл суретте 4 әйел адам, 2 еркек адам болды. Ал енді мына сұраққа жауап бере аласыз ба? Бұл суретте неше орындық болды? Уақыт кетті. Жауабы: суретте барлығы 3 орындық болды. Ал енді қиын сұраққа жауап беріп көріңіз. Суреттегі сағатта сағат неше болып тұрды? Уақыт кетті. Жауабы: бұл суреттегі сағат тілі 8-ден 50-ді көрсетіп тұрды. Егер де сіз осы 5 сұрақтың тіпті біреуіне болсын дұрыс жауап берсеңіз, лүпіл басып кетіңіз. Және де пікір алаңына бұл 5 сұрақтың қаншасына жауап бердіңіз, соны жаза кетіңіз. Ал енді біз келесі сұраққа кеттік. Номері 2. Жаңа жылдан соң барлығы Нұрболдың үйіне жиналды. Және олар жаңа жылда не істегенін айтып жатырды. Екеуі жаңа жылда не істегенін айтты. Енді кезек Нұрболға келді. Нұрбол достарына мақтанып былай айтты: мен 2 апта бойы солтүстік полюсте саяхаттап келдім. Егер де сенбесеңдер, осы суретке қараңдар деп суретті көрсетеді. Бұл суретті көрген оның достары: ей, өтірік алдамаш, сен солтүстік полюске барған жоқсың дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: неліктен достары солтүстік полюске бармады деп ойлады? Уақыт кетті. Жауабы: Нұрбол шынымен де солтүстік полюсте болған жоқ. Себебі, ол кезде солтүстік полюсте поляр түні орын алды. Поляр түні орын алған кезде 24 сағат түн болып тұрады. Демек ол шынымен де солтүстік полюсте болса, онда бұл сурет қараңғы болатын еді. Сондықтан да Нұрболдың достары оның айтқан сөзіне сенбеді. Номері 3. Қайратты қылмыскерлер іздеп жүрді. Себебі, қылмыскерлер қылмыс істеп жатқан кезде Қайрат оны бейнеге түсіріп алған. Ал оны қылмыскерлер көріп қалып Қайратты өлтіргісі келіп жүр. Ал Қайрат болса өз үйіне тығылып қалды. Сондықтан да ол далаға шыққысы келмейді. Бір кезде аяғымен сүрініп қалып өзінің қолын сындырып алады. Қолы қатты ауырғандықтан ол мәжбүрсіз далаға шықты және ауруханаға барады. Ауруханаға барған кезде бір дәрігер келіп айтады: мен сенің қолыңды рентгенге түсіріп келдім. Міне, бұл рентгеннің суреті дейді. Бұны көрген Қайрат: ойбай, сен қылмыскерсің деп қашып кетеді. Ал енді сіздерге сұрақ: неліктен Қайрат дәрігерді қылмыскер деп ойлады? Уақыт кетті. Жауабы: егер де сіз рентгендегі суретке қарайтын болсақ, онда біз аяқтың суретін байқаймыз. Ал дәрігер бұл қолың суреті деген болатын. Егер де бұл нағыз дәрігер болатын болса,
бұл аяқтың суреті екенін байқайтын еді. Демек бұл нағыз дәрігер емес, бұл қылмыскер. Сондықтан да Қайрат қашып кетті. Номері 4. Алихан жұмыс жасап жатып, есінен талып қалады. Есінен 10 минуттан кейін оянған кезде, оның есінде түк қалмайды. Ол барлығын есінен жоғалтып алады. Сондықтан да Алиханның жұмыстағы достары оны ауруханаға алып барады. Бір кезде ауруханаға екі әйел кіріп айтады: "Мен сенің әйелімін", ал екіншісі: "Ей, жоқ, мен ғой әйелім" дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: осы екі әйелдің қайсысы оның әйелі? Уақыт кетті. Жауабы: егер де сіз осы бейнеге дұрыстап тұрып қарайтын болсаңыз, онда бұл сұрақтың жауабын оңай табасыз. Алиханның жұмыс орнында оның әйелі екеуі түскен сурет бар. Демек, сары шашты қыз оның әйелі, ал екінші әйел оның әйелі емес. Номері 5. Екі адамды пойыз жолдың үстіне байлап қояды. Бір кезде екі пойыз тура сол екі жолмен жүріп келе жатады. Екеуінің де жылдамдығы өте қатты жылдам. Бірінші әйел көмек деп көмек шақырады, ал екінші әйел: "Мен қорықпаймын, маған бәрібір" деп тұрады. Ал енді сіздерге сұрақ: осы екі әйелдің қайсысы тірі қалады? Уақыт кетті. Жауабы: бұл сұрақта ешқайсысы тірі қалмайды. Яғни, екі әйелдің екеуі де өліп қалады. Себебі, мен сіздерге пойыз өте қатты жылдамдықпен келе жатыр дегенімін. Демек, екеуі де өледі. Ал енді осымен бүгінгі бейнем аяқталды. Егер де сіздерге осы бейне ұнаса, лүпіл басып арнаға жазылуды ұмытпаймыз.